Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға Карлактағы Мамечкина зиратының объектісіне бейне шолуын ұсынамыз. Мамечкина зираты Карлак тұтқындалған балалар мен әйелдерін жерлеу жері. Зират Абай ауданы Жартас кентінің аумағында орналасқан. Зираттың ауданы 260 шаршы метрді құрайды. Бұл зираттың қалпына келтіріп сақталған кішкене бөлігі. Шын мәнінде зираттың ауданы әлдеқайда үлкен. Карлактың орталық дала бөлімшесінде Жартас кентінің аумағында балалар қалашығы болды. Онда 00486 нөмірлі бұйрыққа сәйкес отан сатқындыларының әйелдері мен балаларын қуғын сүргінге ұшырату туралы бұйрыққа сәйкес туғаннан бастап 3 жасқа дейін балалар орналастырылды. Тұтқындардың аналарын балаларына алып, осы балалар қалашығына орналастырылды. Оны халық Мамечкина үйі деп атады. Бұларды ұстау шарттары өте қиын болды. Балаларды күніне 3-4 рет тамақтандыруға рұқсат етілді. Көбінесе аналарда сүт жоғалады. Таусылған балалар нашар жағдайда болды. Ылғалдылық, кір, антисанитария болды. Балалардың өлімі өте жоғарғы болды. Мұражай қорларында қорқынышты сандар жазылған құжат сақталды. 1939 жылдың қыркүйек қазан айларында Карлакта 514 баланың 98-і нашар жағдайда болды. Сонымен қатар олар көз жұмды. Мұрағаттық мәліметтерге сәйкес 1941 және 1944 жылдары 924 бала, ал 1950-1952 жылдары 113 бала қайтыс болды. Қайтыс болған балалар қалашығының атымен аталған Мамечкина зиратына жерленді. Белгілі қазақ жазушысы Бейімбет Майлиннің, сондай-ақ 1940 жылы Долинскийдің лагерь бөлімше дүние келген Зоя Михайловна Слюдованың естеліктеріне сәйкес, қыста жер қатып тас сияқты қатқан болған кезде балалар Карлакта желенбеген жағдайлар болған. Олардың денелері суық бөлмелерде тұрған. Үлкен ағаш бөшкелері жиналды. Көктемнің басталуынан бастап жер еріген кезде зиратқа үлкен шұңқыр қазылып, бөшке түсіріліп, жер қабатымен жабылды. Зират аумағында саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау үшін діни конфессиялар мен мұсылман, православль, Рим католик және грек католик шіркеулері ескерткіштері белгілері орнатылды. Алексей Зарицкийге Мамечкина зиратының аумағында католик діни қызметкерлердің ескерткіші орнатылды. Ол 1948 жылы тұтқындалып, 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол шығыс Сібірге лагерлерде, содан кейін Мордовияда түрмеде отырды. 1954 жылы 31 желтоқсанда босатылып, Қарағандыға жер аударылды. 1956 жылы жер аудардан босатылып, 1957 жылы ақталды. Қазақстанда қалды. 1962 жылы қайтадан қамауға алынып, 2 жылға бас бостандығынан айырылды. 1963 жылы 30 қазанда Қарағанды маңындағы Долинка лагерінде гастрит пен гипертониялық дағдарыстан қайтыс болды. Қалдықтар кейін Львов облысы Русская ауылының зиратында қайта жерленді. 2001 жылы 27 маусымда Рим папасы Иоанн Павел II Украинаға сапар кезінде Алексей Зарицкий 28 украиндық грек католиктердің қатарында ұрып соғылды. Қазақ жерінің басып өткен қуғын-сүргін толқыны халықтың барлық топтарына әсер етті. Сталиндік қуғын-сүргін тарихын зерттеу үлес саяси және моральдық серпін берді. Бұрынғы қателіктерді қайталамау үшін оларды білу және есте сақтау қажет. КСРО экономикасын дамыту үшін жұмыс істеген карлаковтардың миллиондаған тағдырларын тарихи ұмытылмайды. Шынында да 1997 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мен тарих сабақтарын ұрпақтан ұрпаққа үнемі есте сақтау және игеру керек екенін сенімдімін деген.